Жаңа жылдық дастарханға өте әдемі және дәмді мандарин пішінде тіске басар немесе салат дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қайнатылған тауық еті, менде копченый тауық етін барлығын майдалап турап аламыз, ұсақтап. Сосын осында ұсақ үкіштен қайнатылған жұмыртқаны өткіземіз. Сырды үкіштен өткізіп аламыз. Сосын қалауынша аздап тұз, қара бұрыш қосуыңызға болады. Менде сүт өнімдері әрқашанда Майя ферманың өнімдері табиғи, өте дәмді. Сметана қосамыз 2 ас қасық шамасында. Ұсақтап туралған аздап укроп және 1 тіс чеснокты үкіштен өткіземіз. Жақсылап барлығын бір қалыпты біркелкі болғанша араластырамыз және қалауыңызша орташа домалақтықта осылай домалақтап шығамыз. Қайнатылған сәбізді ұсақ үкіштен өткізіп, фишовый пакетке жұқалап жайып аламыз. Өте қалың болып кетпесін, жұқалап жайып, домалақтарымызды қойып, дәл видеодағыдай сәндеп домалақтап шығамыз. Көрсетілгенде қара бұрыш, мятаның жапырағын қойсаңыздар, дәл мандарин сияқты болып шыға келеді. Дастарханға өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.